Мына депутат Еділ Жаңбыршин деген адам қуып жатыр ғой. Мына табиғи газды күнделікті пайдаланып отыр, үйге жағып отырған газды қымбаттатайық деп жатыр. Үкіметке, парламентке ұсыныс тастап мөлшер қояйық деп жатыр. Осы мөлшерден асып кетсе, тарифпен есептейміз деп. Ал машинаның газын, пропан газды жердің астына көмдіреміз цистерналарын деп жатыр. Безопасно, қауіпсіз мақсатында деп. Сонда бұл депутаттардың бәрі не болған деймін да, шеттерінен. Бір дым болмаса, бір-екеуі болса да бір халықтың жағдайын ойламас па екен, бір халыққа тиімді бір заң шығармас па екен. О шығаратындар тек халыққа тек қалай болса солай шығарып жатыр ғой заңда. Халыққа түк те пайдасы жоқ соның. Айлықты көтереміз дейді, айлықты көтергенмен, айлықты көтереміз деп естігеннен саудагерлерді сразу естіп қоя ма білмеймін. Бірден көтеріп жібереді ғой бағаны. Жетіспей қаласың деп айлығын көтерді.